Сәлем ханымдар, сіздермен өте керемет қызыл ірімшік жасаймыз. Ол үшін бізге 2,5 литр сүт, 250 грамм айран және өз қалауыңызша қант. Мен 200 грамм қостым. Яғни бұл сүттің мөлшеріне қарай қосатын айраныңызда мөлшері өзгеріп отырады. Алдымен сүтті пісіреміз. Қатты отта қойып, сүтті пісетін уақытта оны сапырып, осы кезде 250 грамм айран қосамыз. Егер сүтіңізге қосқан айраныңыз аз болса, онда сүтіңіз ірімей қалады. Сол үшін айранның мөлшерін сүтке лайықтап аласыздар. Осылай қозғап, сүтіміз бен айранымыз ірей бастайды. Өте дәмді болып шығады. Бұл ұзақ қайнауды талап етеді. Міне осылай арасында қозғап тұрасыз, бірақ оттың астын төмендетпейсіз. Яғни қатты отта 2 сағат қайнатасыз. Осылай сіздің сүтіңіз іріп, көлемі әр қайнаған сайын азая береді. Яғни ірімшіктеріміз бір-біріне бірігіп жатыр деген сөз. Осылай қатты отта 2 сағат қайнатып, 2 сағаттан кейін осылай 200 грамм қантыңызды саласыз. Міне түсі кіріп, біздің ірімшіктеріміз бірігіп жатыр. Яғни сүттің көлемі азайып жатыр. Қорықпаңыз, осы кезінде оттың астын баяу қойып 2 сағат тағы қайнатамыз. Міне осындай ірімшігіміз дайын болды. Өте керемет болады. Түсінің өзі тәбетіңізді ашады. Үй жағдайында жасап көріңіз. Осылай сүзіп, сары суынан ажыратып аламыз. Оны таза дәкеге салып, оның астынан су ағып кететіндей етіп сүзіп аласыздар. Осылай түйіп, мына астына су ағып тұрғанына көз жеткізіп, оны үстін қатты ауыр затпен басып қоямыз. Міне осылай мен кастрюля пайдаландым. Яғни астына су ағып кетеді. Яғни сумен қалып қоймау керек. Сонымен ауыр затты бастырамын. Осылай 2 сағат су толық ағып кеткенше қоямыз. Ірімшігіміз дайын болды. Өте керемет, ауызда дәмі қалатын. Жасап көріңіздер.